Байқадыңыздар ма, адамдар жылдар бойы жұмыс жасайды, бірақ табысы артпайды. Ал нарықтағы баға күннен күнге өсіп жатыр. Шығындар да аз емес. Әсіресе үйде баланың пособиясына қарап отыратын аналар немесе күйеуінің табысына тәуелді декреттегі аналар үшін өте қиын. Көпшілігі қосымша табыс тапқысы келеді, оны табатын жолдарды іздейді, бірақ неден бастарын, не істерін білмейді. Менің есімім Эльнура Есмұратова, 8 жылдық тәжірибесі бар кәсіпкермін. 100 000 теңге айлықтан ай сайын 6 миллион табысқа дейінгі жолды жүріп өттім. Сондықтан бұл видеода мен сіздерге қалай өзіңіздің жасап жатқан жұмысыңыздан шықпай, немесе үйден шықпай, қосымша табыс табуға болатындығын айтамын, және де осы жолды бастаған кезде қандай қателіктер жасамау керектігін және неден қалай бастау керектігін нақты түсіндіретін боламын. Егер сізде қалай қосымша табыс табамын, немесе жұмыстан шықпай қаржымды қалай көбейтсем болады, немесе қаржылық тәуелсіздікке қалай жетемін деген сұрақ болатын болса, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Мен бала кезімнен журналист болуды армандадым. Осы арманым мені Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетіне алып келді. 5 жыл оқып, университетті қызыл дипломмен тәмамдадым. Мен өзімнің мамандығымды қатты сүйдім. Осы салада қызмет еттім, танымал адамдардан сұхбат алдым, көптеген авторлық бағдарламаларым шықты, эфирге шығып хабар жүргіздім, көптеген жетістіктерге жеттім. Бірақ мойындау керек, журналист болып жүріп тапқандағы 100 000 теңге айлығым менің өзімнің шығындарыма тіпті жетпейтін болды. Кейде бағдарлама жасау үшін іс-сапарға шыққан кезде сол шығындарды өтеу үшін жолдасымнан ақша алып кететін кездерім де болды. Қазір ойлап отырсам, 100 000 теңге айлық менің тіпті өзімнің бет күтіміме де жетпейтін, өйткені біз журналист болған кезде күнделікті бояйды, яғни егер бетіңе дұрыс күтім жасамасаң, тіпті бетің де құртылып кетуі мүмкін. Бір сөзбен айтқан кезде барлығы сырт көзге жақсы сияқты, танымал адамдардың қасында жүресің, әкімдерден сұхбат аласың, әдемі киінесің, бетіңе күн сайын макияж жасайсың, бәрі күшті сияқты. Сырт көзге бәрі саған қызығады, бірақ шынайы өмір ондай емес еді. 100 000 теңге айлық менің және менің отбасының балаларының қажеттілігіне толық жеткен жоқ. Осы сәттерде мен бір нәрсені анық түсіндім. Сенің сүйікті ісің әрқашан саған сен қалайтын өмір сапасын бермейді. Сол кезде мен өзіме сұрақ қойдым. 10 жылда сенің өмірің өзгере ме? Егер де осы салада жүре беретін болсаң, ештеңені өзгертпейтін болсаң. Сұраққа өзім жауап бердім. Өзгермейді. Сондықтан мен өзімнің саламнан кетпей, қосымша табыс табудың көздерін іздей бастадым. Сол кезде әлеуметтік желіден шығынсыз бизнес бастаудың жарнамасын көріп қалдым. Ол кезде мен 3-ші қызымды босанған декреттегі ана едім. Яғни декретте отырып, осы саланы зерттеп, анализ жасап, өзге салалармен салыстырып, дәстүрлі бизнестермен де салыстырып, шешімге келдім. Сол кезде мен сияқты қарапайым қыз-келіншектер үйде отырып, қосымша табыс ретінде осы бизнесті жасап, миллиондаған табысқа жетіп, көліктерін алып, жаңа пәтерлерге жетіп жатыр. Егер олар жетсе қарапайым келіншектер, онда мен де жетемін деп осы саланы таңдадым. Мен бұл бизнеске қаржылық еркіндік үшін келдім. Басында бастағанда ешқандай қаражатым болған жоқ. Сенесіз бе, баланың пособиясына алғашқы бет күтімін алып бизнесімді бастап кеттім. Дәл қазір 0 теңгеден ай сайын 6 миллион теңге таза табыс алатын кәсіпкермін. Қарапайым анамын. Өздеріңіз сияқты декретте отырып бизнесті бастап кеттім. Осы кәсіпті 0-ден бастап, алғашқы 5 жылдың ішінде базалық қажеттіліктердің барлығын өтеп, қаржылық еркіндікке жетіп отырмын. Атап айтатын болсам, Алматы, Ақтөбе, Атырау қаласынан, BI групптан, бизнес-класстан пәтерлер алдық. Toyota Land Cruiser көлігін сатып алдық. Ата-анамызды умраға жібердік. Кезінде армандаған шетелімізге қазір жыл сайын емес, тіпті ай сайын кез келген уақытта шыға салатындай деңгейге жеттік. Бірақ менің ең үлкен нәтижем, ол менің табысым,
менің жетіп жатқан жетістіктерім емес, менің ең үлкен нәтижем ол менің командамның нәтижесі. Дәл қазір менің командамда өзімнің туған абысыным бар, есімі Алтынгүл. Қазір 50 жаста, мектепте 23 жыл мұғалім болып жұмыс жасап, осы бизнеске келіп мұғалімдік жұмысын тастап, қазір ай сайын 1,5 миллион, 2 миллион теңге табыс тауып отыр. Алматыдан ұлдарына пәтер сатып алды, көлік алды және көптеген жетістіктерге жетті. Сонымен бірге Ғабит пен Венера есімді мықты лидерлерім бар. Олар Құлсары қаласында тұрған болатын. Дәл қазір Ақтөбе қаласынан 3 бөлмелі пәтер сатып алып, көлік алып, ай сайын қомақты табыс айлық алып жатыр. Және де командамда Құралай есімді әкімдікте жұмыс жасаған қарапайым ана бар. 3 баланың анасы бизнес бастаған кезде 60 мың теңге ай сайын алатын акиматтағы жұмысын тастап, осы бизнеске тәуекел етіп келген болатын. Дәл қазір ол өкінбейді деп ойлаймын, өйткені қаланың қақ ортасынан 3 бөлмелі пәтерін алды, бір емес бірнеше көлік алды, компаниядан тегін көлік алды және ай сайын қазір 3 миллион теңге табыс тауып отыр. Бұндай мысалдар өте көп. Айтайын дегенім, оның барлығын жасап отырған қарапайым қыз-келіншектер. Бір кезде шешім қабылдап, мен де осы бизнесті жасап көрейінші деп тәуекел етіп, күйеуі қарсы болса да, ата-енесі қарсы болса да, туған-туысқандары қолдамаса да, жасап, қазір өзін жасап отыр деп айтуға болады. Енді сізге бір маңызды нәрсені айтайын. Бизнес бастау үшін сізге жасап жатқан жұмысыңыздан шығып кетудің қажеті жоқ. Декретте отырсаңыз да жасай аласыз, зейнетке шыққан ана болсаңыз да жасай аласыз. Яғни кез келген адам бұл бизнесті жасай алады. Ол үшін қосымша қаражаттың да қажет жоқ, кредит алудың да қажет жоқ, алтындарыңызды ломбардқа салудың да немесе қарызға ақша алудың да қажет жоқ. Бизнес бастау үшін тәуекел де керек емес. Ең бастысы сіздің шешіміңіз керек. Қаржылық еркіндікке жету үшін 3 қадамды жасау керек. Бірінші, өзіңізге қажетті суманы жазып алуыңыз қажет. Яғни дәл қазір қолыңызға қалам мен қағаз алып, сіздің барлық шығындарыңызды қағазға жазыңыз. Ол интернет, ол балалардың ақысы болсын, ол төлейтін кредиттеріңіз, шығары, барлығын толығымен жазып шығыңыз. Яғни сіздің өміріңізге қазір қандай сума нақты қажет. Мен 100 мың теңге алып отырған кезде маған 300 мың теңге қажет деп ойлаған болатын. Яғни бірден 5 миллион, 10 миллион деп жазатын болсаңыз, оған сіздің миыңыз сенбейді, өйткені ол 1-2 күнде келетін ақша емес, ол 1-2 күнде орындалмағандықтан миыңызға да сену қиын болады және қиын болғандықтан әрекет те жасамайтын болады. Сондықтан да ықтималдылығы жоғары, сіздің миыңыз сенетін, дәл қазір сіздің бүкіл шығындарыңызды өтейтін нақты суманы жазып алыңыз. Бұл бір. Екінші, қосымша табысты табу үшін жұмыстан шықпай-ақ сізге қанша уақыт керек екендігін анықтап алыңыз. Мен декреттік демалыста бастаған болатынмын. Декреттегі аналардың уақыты көп деп ойлайтын болсаңыз, қатты қателесесіз. Бала күтімі бар, үй шаруасы бар, басқа да отбасылық жұмыстар бар. Яғни көп уақыт негізі артылмайды, бірақ соның ішінде мен мысалы менің бизнесімді жасауға 2 сағат уақыт жеткілікті екендігін анықтадым. Сол сияқты сізде жұмыстан бөлек қанша қосымша уақытыңыз бар екендігін жазып алыңыз. Және үшінші, сіз қалаған мақсатқа жеткен кім бар? Сізге кім көмектесе алады? Қандай адамдардың қасында жүргіңіз келеді? Сол адамның туралы көбірек оқыңыз, подкасттарын тыңдаңыз. Осы орайда мен де сіздерге көмектесе аламын, өйткені менің 8 жылдық командамен жұмыс жасаған тәжірибем бар. Сіздерге қосымша жұмыстан шықпай қаржылық еркіндікке жеткіңіз келетін болса, мен сіздерге тегін консультация өткізе аламын. Консультацияда мен сіздерге нақты сұрақтар қоямын, мақсаттарымызды бірге анықтаймыз, сіздің қанша табыс тапқыңыз келетіндігін, қанша бос уақытыңыз бар екендігін, міне соған орай нақты сізге арналған даму жоспарын және әрекеттер тізімін жазамыз. Және ең бастысы, дәл осы өсу жолында
жаңа шешім қабылдап ары қарай нәтижеге жету жолында мен әр қашанда сіздің қасыңызда боламын, сізге наставник бола аламын. Егер сізді қызықтыратын болса, үйден шықпай немесе жұмысыңызды тастамай қаржылық еркіндікке жеткіңіз келсе, қосымша табыс тапқыңыз келсе, онда дәл осы видеоның астына консультация деп жазыңыз, мен сізге жекеңізге шығып толық ақпарат беретін боламын.